Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Оқулықтың 156 бетін ашамыз. Жаңа тақырып бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесі. Сабақтың мақсаты біреуі сызықтық, екіншісі квадрат теңсіздік болатын екі теңсіздіктен құралған жүйелерді шешуді үйренеміз. Яғни, мысал келтіріп жіберейік. Оқулықтың 157 беті номер 20-1. Бірінші тапсырма. Жүйеде екі теңсіздік. Бірінші квадрат теңсіздік. Х квадрат азайту 4 кіші немесе тең 0. Екінші сызықтық теңсіздік. 3х азайту 2 кіші 0. Бұндай теңсіздіктер жүйесін шешу үшін жүйенің әрбір теңсіздігінің шешімдер жиынын анықтаймыз. Сосын осы жиындардың қиылысуын, яғни олардың ортақ шешімін табамыз. Алдымен әр теңсіздікті қарастырайық. Бірінші квадрат теңсіздік. Квадрат теңсіздікті шешу үшін біз оны алдымен нөлге теңестіріп аламыз. Осы квадрат теңдеудің түбірін табайық. Минус 4-ті теңдеудің келесі жағына көшіреміз. Х-тен плюс-минус квадрат түбірдің астында 4. 2 түбір шығады. Х1 минус 2, х2 2-ге тең. Екінші теңсіздікті қарастырып кетейік. 3х азайту 2 кіші 0. Бұл сызықтық теңсіздік болғандықтан, оны нөлге теңестірудің қажеті жоқ. Х-ті өрнектейміз. 3х кіші 2. Х кіші 3-тен 2. Екі теңсіздік болғандықтан, екі координаталық түзу сызамыз. Бірінші теңсіздік шешімінің жиынын анықтайық. Ол үшін бірінші түзуге екі нүкте орналастырамыз. Себебі бірінші теңсіздіктен екі түбір табылған. Минус 2 және 2. Бұл нүктелер боялады. Себебі теңсіздік қатаң емес. Екінші түзуге екінші теңсіздіктің мәнін қояйық. Х кіші 3-тен 2. 3-тен 2 деген сан минус 2 мен 2-ның арасында болғандықтан, нүктені де сол екі нүктенің арасына орналастырамыз. Нүкте боялмайды. Себебі екінші теңсіздік қатаң. Аралықты штрихтайық. Бірінші теңсіздік квадрат теңсіздік болғандықтан, ал оның таңбасы кіші, сондықтан екі нүктесін ортасын штрихтаймыз. Екінші теңсіздік х кіші 3-тен 2 болғандықтан, 3-тен 2-ның сол жағын штрихтаймыз. Енді ортақ шешімін табайық. Ол үшін әр нүктенің бойынан осы түзулерге перпендикуляр жүргізейік.
минус 2-нің бойынан, үштен 2-нің бойынан, және 2-нің бойынан. Бұл түзулер сан аралықты 4 аралыққа бөледі. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, минус 2-ден 3-тен 2-ге дейін, 3-тен 2-ден 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Үстіңгі, астыңғы бөлікте штрихталғанын анықтайық. Үстінде де, астында да штрихталған бөлік ол минус 2-ден 3-тен 2-ге дейін. Осы аралықты сан аралық түрінде жазайық. X тиісті минус 2-ден 3-тен 2-ге дейін. Минус 2-ні қоса алғанда. Себебі минус 2 нүктесі боялған. Өздік жұмысы номер 21-дің 2-ші, 3-ші, 5-ші тапсырмалары.